Август айының ортасында республикадағы мал емжелері бүгінгі келілген тоғыстарын бастабыстылар. Пунада пейдегі мал емжелері фермер Виктор Александренконың 45 пейзінің бруцеллез анада басқа ағырғаларға сынықтып хан алғанар. Шасқыда поғық ағырғаларға асқарларына сынық дедірлар. Аның бір айпазының аттарға Сибирдегі язвадан тоғыр прививка тұрғызылар. Бұхонақта аттар саны 100-тан аспарша. Сөбірі фермазында өдік 15 пас әнік 100 қой бар. Пастав Виктор Александренко бейді нжеділі пас тұтып аяғызған болған. Аның 2 жылманың алында аның көзі пазы бархызы бірігіп, бос көзінің аттар өскірерге шаратханар. Еде олар бейдің 16 километр ортық алғым шырды орнығып алғанар. Олар зар бейдегі мал имжілері шылды әкі қате келпарыбыз шалар. Үніктерінің, қойларының, пазы аттарының хазин түріміл қайықты тұдырға болыс шалар. Бей аймандағы мал емжілері бұшылының әкін жышардығында бруцеллезға, пазада басқа ағыраларға прай 1800 бейіні сынықтап салырға керектар. Сибирдегі язвадан тоғыр 3800 басқа прививка тұрғызылар. Еде орай күске етері, праймалар, базағы шалға тері сынықтал парарлар.